16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі телекөрермендер. Жалпы адамзат тарихында қоғам болғаннан кейін түрлі қарым-қатынастар болады. Бұл қоғамдық қатынастардың. Қоғамдық қатынастар азаматтық, құқықтық, әкімшілік болып бөлінеді. Әрине, өкініштісі қоғамымызда қылмыстық құқық қатынастардың да кездесетіндігі. Сондықтан бүгінгі бағдарламамыздың айдарын қылмыстық істердегі бітімгершілік деп алдық. Осы орайда түсірілген бейнесюжетке көңілімізді аудара кетсек. Бітімгершілік дауды шешудің тиімді тәсілі. Дамыған өркениетті елдерде азаматтық істердің басым бөлігі медиаторлардың көмегімен нүкте қойылады. Бұл қос тарапқа да қолайлы. Себебі мәмілеге мән бергендер материалдық құндылықты алға тартпай-ақ түсінсет, әрі сот отырысының түрлі машақатынан құтылады. Сондай-ақ мемлекеттік баж салығы да қайтарылады. Бүгінде қоғамда келіспеушілікті саналы түрде бітімгершілікпен аяқтауға мүдделер қатар артып келеді. Мәселен, өңірдегі соттарда 2018 жылы 155, ал жыл басынан бері 63 қылмыстық іс мәмілемен аяқталған. Жанжалды медиативті әдіспен реттеу туралы келісім Қазақстан Республикасының медиация туралы заңына сәйкес жасалған. Дауды насырға шаптырмай, арызданушы мен айыпталушыны татуластыру ата-баба дәстүрімен байырғы билерден келе жатқан әдіс екені баршаға аян. Сондықтан медиация бітімгершілікті көздейді. Бүгінгі бағдарламамыздың қонақтарымен таныстыра өтейін. Ақтау қалалық сотының төраға міндетін атқарушы Әділсұлтани Гүлмаржан Әділсұлтанқызы. Сонымен қатар осы соттың судьясы Бұлақбаева Аида Сағатбекқызы. Қош келдіңіздер. Ең алдымен сұрақты Гүлмаржан Әділсұлтанқызы өзіңізге арнағым келіп отыр. Жоғарыда айтып өттік, қылмыстық құқықтық қатынастар бұл қоғамдық қатынастардың ішіндегі ең ауыры да қиыны да шығар деп ойлаймын. Себебі қылмыс кімге қарсы жасалса, ол адамға да өте ауыр, кім жасаса, оған да арғарата салдарлары өте ауыр болып табылады. Сондықтан бүгінгі таңда біз татуласу рәсімдерін халыққа көптен насихаттап жүргеннен кейін осы түсіндіріп тарқата айтып өтсеңіз. Қылмыстық құқық бұзушылықтың қандай санаттары бойынша бітім немесе медиацияға келуге болады? Әрине, бұл медиация тәртібімен қылмыстық теріс қылық туралы істер бойынша онша ауыр емес және орта дәрежеде қылмыстық істер бойынша қолданады. Сондықтан біз қылмыстық істі қарау барысында сот тергеуіне өтпестен бұрын, жарыс сөз бастамас бұрын, бізде барлық сатысында құқықтарын түсіндіру кезінде де тараптарға, сотталушыға болмасын жәбірленушіге міндетті түрде медиация тәртібімен жүгінуіне, медиация тәртібімен татуласуына мүмкіндік беріледі. Және қылмыс сол татуласу барысында, егер осы санаттағы істер бойынша соттың міндеті істі қысқарту өндірісімен және сотталушыны жауапкершіліктен босату. Біріншіден, медиация тәртібімен татуласқанда ол соттың міндеті әрине, бірақ және жәбірленуші де соттың үкімі шықпайды, сотталушы жауапкершіліктен босатылады, қылмыстық жауапкершіліктен, және жәбірленушіге келтірген залал бәрі сол қайтарылады. Сонда нақтырақ айтсақ, халқына түсінікті болу үшін, ол қай санаттағы? Онша ауыр емес? Онша ауыр емес, орта дәрежедегі және қылмыстық теріс қылықтар туралы. Осы үш санаттағы істер бойынша медиация қолданылады. Рахмет. Аида Сағатбекқызы, енді жаста болса бас болып жүрген судьялардың бірісіз. Осы өзіңіздің судьялық жұмыс өтіліңіз қылмыстық соттан басталып жатыр. Ол әрине әйел адам үшін өте ауыр деп ойлаймын мен өзім. Айтып өтіңізші, осы қылмыстық сот іс жүргізуіндегі медиация қолданудың халыққа қандай тиімділігі бар? Сұрағыңызға рахмет. Біріншіден айтып кететін, яғни медиацияның басты мақсаты бұл тараптарды бітімгершілікке алып келу, дауды реттеу.
Яғни осы тұрғыда екі тарап, яғни сотталушы мен жәбірленуші келтірген материалдық залының орны толтыруы, ол ең бірінші жәбірленушінің мақсаты ғой, яғни оған келтірген қылмыстық пен зардабын орны толтыру болып есептелінеді. Сондықтан да осы кезде біз міндетті түрде медиаторды қатыстыру арқылы жауапкершіліктен, яғни сотталушыны жауапкершіліктен босата отырып, оған қарсы қозғалған қылмыстық іс өндіріспен тоқтатуды тиімділігі болып есептелінеді. Біріншінде шығарылған сот үкімі болсын, қаулы болсын, осы медиацияның әсерінен, яғни біріншіден ол жауапкершіліктен босатылған жағдайда ол сотталған болып есептелінбейді. Мысалы, ол болашақтағы қандай да болсын жұмысқа кедергі болып есептелінбейді. Және де ол яғни қылмыспен келтірілген орынның салдарын түзету болып есептелінеді. Сол ең басты екі тарап шығарылған сот актісіне қанағат тұту болып есептелінеді. Яғни екі тарап бір-біріне ешқандай талап тілегінің жоқтығын білдіреді. Сондықтан да бізге осы басталған жоба өте қызықты болып есептелінеді, және де сотталушы мен жәбірленушіге өте тиімді болып табылады. Сонда егер қылмыстық іс бойынша сотталушыға қатысты медиациямен іс қысқартылса, онда ол соттылық болып есептелмейді. Қандай да бір қызметке тұрғанда, мысалы, біз айтамыз ғой, статистика, құқықтық статистика орталығынан анықтама сұрайды егерде, сол анықтамада егерде ол медиациямен қысқартылды деп соның негізінде жұмысқа алушы жұмысқа алмай атса, оныкі дұрыс емес болады, да? Өйткені ол соттылығы жоқ адам болып есептелінеді. Жоқ адам болып есептелінеді. Осы тұрғыда кешірерсіз, мен бір мына әріптесіме қосып кететін бір қосылайын. Сіз айтып отырсыз ғой, жаңа жауапкершілікке тартылған болып есептелінеді ол кісі. Бірақ сотталған болып есептелінбейді. Жауапкершіліктен босатылған. Сондықтан ол жаңағы ол жұмысқа орналасу кезінде ол себеп бола ма қабылдану дегенге, оған енді ол сол жұмыс берушінің ар жағында өздерінің ішкі нелері бар ғой, бұйрықтары, ережелері, шарттары адамдарды жұмысқа алуға. Әрине, оған егер келіп тұрса, жаңағы несі. Мысалы, мемлекеттік қызмет дейсіз ғой. Мемлекеттік қызмет, бірақ қылмыстық жауапкершілікке тартылған болып есептелінеді. Тек босатылған жауапкершілік. Иә, бұл көрермендерге түсінікті болсын деп тарқата айтып отырғанымыз ғой. Айда Сағатбекқызы, осы орайда сізге тағы бір сұрақ. Медиация, медиаторды қатыстырамыз деп отырсыз. Енді бізде осы бағдарламамызда азаматтық іс жүргізетін судьялар қатысып, медиаторлар туралы айтып өтті, өздерінің процестеріне қатысатынын. Енді сол медиаторлар қылмыстық процеске қатыса ала ма? Яғни медиаторларға жалпы талап қандай? Олар медиаторлар осы біздің республика көлемінде қызмет етіп жатырған қай іске де қатысуға құқысы бар ма? Осында айтып кетейін, бізде яғни Ақтау қалалық сотында медиация кабинеті ашылған. Осы медиация кабинетіне міндетті түрде медиатор отырады. Ақтау қалалық сотында осы сот жүйесінің 7 түйіні жобасы арқасында Ақтау қалалық сотының төрағасының міндетін атқарушының өкімімен татуластырушы судья медиатор тағайындалған болатын. Яғни осы судьяның негізгі мақсаты болып, онша ауыр емес, ауырлығы орташа және қылмыстық теріс қылықтар бойынша түскен істер барлығы осы судьяға беріледі. Судья 5 күннің ішінде тараптарды шақыртып, бітімгершілікке келудің амалдарын іздестіреді. Яғни амалдарын іздестіру дегенде қылмыстық құқық бұзушылықтың жасаған салдарын түсіндіреді. Татуласқан жағдайда қандай болады, татуласпаған жағдайда қандай болады, жәбірленушінің пікірі қандай, сотталушының пікірі қандай болған кезінде. Осы 5 күн беріледі, 5 күнде кәсіби медиаторды да қатыстырады. Одан кейін бізде кәсіби медиаторлардың тізімдері бар. Өздері таңдаған медиаторына баруға мүмкіншілігі бар. Одан кейін қандай келісім шартқа келетін туралы 5 күннің ішінде жауабын береді. 5 күнде жауабын ала алмаған жағдайда, бітімгершілікке келмеген жағдайда басқа судьяға беріп, іс бас сот талқылауында іс негізінде қаралады, іс жүзінде қаралады.
Түсінікті. Ал басты сот талқылауында егер келіп атса бітімге қайтадан, енді адам сөйлескенше, ат кісінескенше деген қазақта сөз бар ғой. Мүмкін сот бірнеше рет шақырғаннан кейін, 2-3 рет бір-бірін көріскеннен кейін бір жаңағы жәбірленушінің кешірімі туып, артынан кешірім сот процесі жарыс сөзге келіп қалдыңыздар, сот процесін аяқтауға келіп қалдыңыздар. Сол жарыс сөзде жәбірленуші өзінің кешірім беретінін айтса, жата ма медиацияға қысқартуға? Ол жатады. Бірақ та сот жарыс сөзіне өтпей тұрып, егер бізде осы жәбірленушілер мен сотталушының арасында бітімгершілік туған жағдайда, біз қаулымен қысқартамыз. Ал егер сот жарыс сөзіне өтіп, сот кеңесу бөлмесіне өткен кезінде, ол үкіммен қысқартылады. Ол үкім, ол шығарылған үкім мен қаулының енді құқықтық салдары екі түрлі ғой. Иә, бірақ та екі түрлі, бірақ та сол үкімінде не қаулыда да міндетті түрде жазылады, сотталушы жауапкершіліктен босатуыменен іс өндіріс тоқтатылуға жатады деп жазылады. Гүлмаржан Әділсұлтанқызы, енді төраға міндетін атқарып жүр екенсіз, кішкене статистика мәліметтерге де тоқтала өтейік. Жалпы сіздің Ақтау қалалық сотымен 2018 жылы қанша іс осы медиациямен, бітімгершілікпен, тараптардың татуласуымен аяқталды? Енді мен қазір салыстырмалы түрде статистика есебін көтердім. Бұнда 2018 жылға бізге осы 3 ай есебімен 2018-де бізде 229 тұлғаға қатысты 196 қылмыстық іс бойынша іс қаралған. Оның медиация тәртібімен 21 іс аяқталған. Бітімгершілікке келген тараптар. Ал биылғы жылдың осы 2 айының өзінде бізде барлығы 220 іс қаралып еді, 203 тұлғаға қатысты, оның 24-і медиация тәртібімен бітімгершілікке келіп 10%-ға қысқартылды. Сондықтан міне осы салыстырмалы қарап отырсақ, қазір 2 айдың өзінде бізде көбірек болып тұр. Осыдан белгілі адамдардың, жалпы халықтың осы медиация деген тиімділігін енді түсініп атқандай да. Бұрында да бұрыннан берді түсіндіріледі, бірақ биыл 2 айдың өзінде көп болып тұр, былтырғымен салыстырғанда. Енді нақты мысалмен айта аласыз ба, қандай іс, мысалы өзіңізде, өз өндірісіңізде болған, басқа судьяның өндірісінде болған тараптар медиациямен аяқталған? Мен естідім, бір іс бойынша бізде апелляцияда болған жоғары сот сатысында, енді халыққа медиацияның тиімділігін қарапайым сөзбен айтып өтетін болсақ, жол жүру ережесін бұзады жүргізуші. Жол апаты болады, жәбірленушіге дене жарақаты келеді ауыр дәрежеде. Орта дәрежеде. Орта болсын, ауыр болсын, қылмыстық әрекет қой. Іс қаралады, сіздің сотта қаралған екен іс, мен осы бағдарламаға дайындалу барысында сол істі қарап өткенмін. Сізді іс қараған уақытта бұл қылмыстық баптың есіме салып жібересіз ба? Қандай бап? 345 баппен қылмыстық кодекстің сотталушы жауапқа тартылады. Орташа дәрежеде жарақат алған жәбірленуші кешірім бермейді. Сіздер соттың үкімімен жүргізушілік құқынан айырасыздар, жаза тағайындайсыздар. Алайда сотталушы 4-5 бала шағасы бар, осы нәпақасын осы жүргізушілік куәлігімен тауып жүрген. Енді апелляциялық шағым жазады, апелляцияға іс келем дегенше жаңада айтып өттім ғой, енді уақыт өтіп жәбірленушінің ашуы да тарқаған шығар, ақсақалдары барып кешірім сұраған, ел болып кешірім беріп, апелляциялық сатыда медиацияға келіп, енді бұл жерде не айтқым келіп отыр? Тиімділігін. Жүргізушінің куәлігі өзіне қайтарылды. Солай ғой, іс қысқартылды. Сіз орынды, себебі бізде тәжірибеде ондай істер бар, кездеседі. Тіпті жаңағы жол жүргізу құқығынан айырылғанмен, ол апелляцияда бәрібір сол үкім бұзылды. Солай ғой? Оны медиация тәртібімен татуласқан болса, ол қысқарды. Жауапкершіліктен босады сотталушы. Сондықтан ондай кездеседі, кейде болады, бізде медиация тәртібімен мүмкіндік беріледі татуласуға, бірақ тараптар татуласуға келмейді. Сот үкімін шығарады, айыптау үкімін, ал ол заңды күшіне енбей кейде болады, екеуі үкім шыққаннан кейін барып түсініп атады адамдар, сосын шағым келтіреді ол үкімге, апелляциялық тәртіпте, сосын ол іс қысқарады. Себебі ондай санаттағы істер міндетті түрде қысқаруға жатады, егер татуласса. Ол әрине бірінші сатыдағы істі қараған судьяның олқылығы деп мен ойламаймын, жоғары тұрған сот инстанцияның судьясы ретінде. Ол мына тараптардың
адамның эмоциясының, ашудың кейін тарап, бір-біріне деген кешірім көзбен артынан келіп, бітімге келуі, ол әрине үкім бұзыла берсін, ол статистикалық көрсеткіштерге де әсер етсе де, біз үшін ол қуанышты жағдай. Солай ғой, халықтың бір-бірімен татуласып, бір-бірімен жақсы тарқасқаны. Тағы да, Гүлмаржан Әділсұлтанқызы, сізге осы орайда тағы бір сұрақ, ауыр қылмыстар бойынша, жаңа қылмыстардың санатына айтып өттік. Онша ауыр емес, орташа ауырлықтағы және де қылмыстық теріс қылық туралы айтып өттік. Енді біздің қылмыстық кодексте ауыр және өте ауыр санаттағы қылмыстар бар. Осы бойынша бітім, медиация деген сөзді біз айтуға құқығымыз бар ма? Ауыр қылмыстық санаттағы істерді қаралу барысында төрағалық етуші судья қарап батқан кезде ол міндетті түрде құқықтарын түсіндіргенде медиация тәртібіне жүгінуге де құқығын түсіндіреді. Бірақ бұнда ауыр қылмыс санатына жататын қылмыстар қысқартылуға жатпайды. Бірақ егер келтірілген залал болмасын, қандай да болмасын, егер талап арыз берілсе, онда азаматтық талап арыз өндірісі қысқартылуы мүмкін. Егер медиация тәртібімен татуласса, онда да мүмкіндік беріледі. Жарыс сөзге дейін. Ауыр қылмыста медиация қолданбаса да, сіздер бірақ құқықтарыңыз түсіндіреміз, қолданылады талап арыз азаматтық талап бөлігіне. Сондықтан азаматтық талап бөлігін қысқартылуы мүмкін. Медиация тәртібімен егер бітімгершілікке келіп, келтірілген залалды, моралдық, материалдық залалды егер екеуі келісіп өндірілген болса, өтеген болса. Ал бірақ қылмыстық жауапкершіліктен босатылмайды. Қылмыстық жауапкершілікке босатылмасын жарайды. Бірақ кез келген қылмыстық кодекстегі кез келген бапта өзінің жаза мөлшері көрсетіледі, яғни санкциясы бар да. Сол санкцияда баламалы, тек қана бас бостандығынан айыру емес, енді ауыр жаза болғаннан кейін, ауыр қылмыстар болғаннан кейін, біз аса ауыр қылмыстар болғаннан кейін бас бостандығынан айыру ең жазаның ауыр түрінің бірі ғой деп ойлаймыз. Ал егер баламалы жаза болса, ол ауыр қылмысында сіздер медиация бөлігімен азаматтық тәртіппен қысқартылғанын, жәбірленушінің кешірім берген есепке аласыз ба жаза тағайындау? Ол есепке әрине алынады, егер ол бұрын сотталмаса, ол толық істеген әрекетін мойындап отырса, шын жүректен өкініп отырса, келтірілген залалдың бәрін өтесе, жәбірленушімен татуласса, жәбірленушінің ешқандай талабы болмаса, онда ол жеңілдететін мән-жайларға жатады. Және де ауырлататын мән-жайларды сот анықтамаса, онда баламалы жаза жаңағы бас бостандығынан айырмайтын жаза қолданылуы мүмкін. Ондай және тәжірибеде бар. Түсінікті. Айда Сағатбекқызы, осы жерде тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр сізге. Жазаны мерзімнен, шартты мерзімнен бұрын босату деген сізде түсінік бар қылмыстық процессе жүргізуде. Сол осы сіздер материал ретінде қарайсыздар. Мысалы, белгілі бір адам сотталған, жазасын өтеп жатады. Жазасының 2-ден 3 бөлігін өтесе, ауыр қылмыстар бойынша өзінің санаты бар ғой, өзінің мөлшері бар, сізге ұсыныспен келіп түседі. Сол ұсынысты қарау бойынша, тағы да мен бітімген медиацияға келіп жатырмын. Жәбірленушілердің келіп, біз сотталған түрмеде отырған кезде, жазасын өтеп жатырған кезде тумаластары келіп, барлық шығынымызды өтеді, менің оған қояр талабым жоқ, сондықтан оны босатыңыз деген жағдайлар болды ма? Сіз сол жағына қарайсыз ба? Сол жазадан шартты мерзімнен бұрын босату туралы материалдарды қараған кезде. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 72-ші бабына сәйкес бас бостандығынан айырылған адамды шартты түрде мерзімнен бұрын босату көзделген. Яғни оның басты негіздерінің бірі босатудың, яғни жаза өтеу барысында өзінің түзелген жөнінде көрсету, түзелген жөнінде, яғни жаза өтеу барысында қаскөкейлікпен бұзылмау ережелері болып табылады, және қылмыспен келтірілген залалдың орнын өтеу болып есептелінеді. Яғни осы орайда, егер жеке адамдарға қарсы қылмыстар жасалған бойынша, меншікке қарсы қылмыстар жасалған бойынша, біз міндетті түрде іс жадыға түседі ғой бізге. Жадыға қарау кезінде орындау парақтарын қараймыз. Яғни орындау парақтары бойынша бізге бухгалтерия бөлімінен қағаз береді, анықтама, осы анықтамасына сәйкес сотталғанның келтірген материалдық шығынның өтеуі болып есептелінеді.
Кейбір жағдайларда бізде егер сотталған адам жаза өтеу барысында бірде-бір рет жауапкершілікке тартылмаған жағдайда, жаза өтеу барысында бірнеше рет марапатталған жағдайда болған жағдайда, сонымен қатар келтірген материалдық шығынын өтегені болса, онда міндетті түрде біз бас бостандығынан жазасын шартты түрде мерзімнен бұрын босатуға міндетті болып есептелінеміз. Бұл заңда тура жазылған. Сонымен қатар осы Қазақстан Республикасының жоғарғы сотының шартты түрде мерзімнен шартты мерзімнен босату, неғұрлым жеңіл жазаға ауыстыру және жазасын қысқарту туралы нормативтік қаулысына сәйкес жәбірленушінің пікірін ескеру ол да бір негіздерінің бірі есептелінеді. Себебі келесі күні егер сотталған адам бас бостандығында осы қалада жүрсе, оның пікірі қалай болады, наразылық тудырады. Осындайдың болдырмау салдары бізге де өте тиімді болып есептелінеді. Сондықтан да біз міндетті түрде келтірген материалдық шығынның өтелді ма, өтелген жоқ па, кешірім берілді ма, мысалы сот үкім шығарған кезінде кейбір қылмыстық санаттары бойынша бас бостандығынан айырудан басқа жаза көзделмеген. Сондықтан да оған сот міндетті түрде бас бостандығынан айыру жазасын тағайындалған. Осы істер бойынша егер жәбірленуші кешірім берген болған жағдайда белгілі бір жаза мөлшерін өтеген болса, онда біз міндетті түрде оны босатамыз. Ондай материалдарды қарау кезінде сіздер жәбірленушіге хабарлама бересіздер. Міндетті түрде жібереміз. Кешірім болсын болмасын міндетті түрде хабарлап отырасыздар. Рахмет. Енді хабарымыздың соңында бір ауыз өзіңіздің тобықтай түйіндеріңізді айтсаңыз, осы халыққа түсіндірме мақсатында не айтар едіңіз, Гүлмаржан Әділсұлтанқызы, өзіңізге? Жалпы медиация тәртібімен істер қарау барысында болсын, жалпы қандай сатысында тергелу кезінде болсын, медиация тәртібімен негізі тараптар татуласқан дұрыс. Жаңа біз статистикаға сүйеніп айттық, былтырғымен салыстырғанда биыл бізде қысқартылған істер медиация тәртібімен көбірек көрсетіп тұр. Сондықтан адамдардың қазір көбі де оны түсініп жатыр. Тиімді екендігін медиация тәртібімен татуласуға келудің. Сондықтан жалпы алдағы уақытта да медиация тәртібімен егер жүгінетін болса, ол сотқа да тиімді істі қысқарту және уақыттың өздеріне де үнемді пайдалануына. Сіз Айда Сағатбекқызы не айтар едіңіз? Осында айтып кететін бір жағдай бар. Көбінесе енді жеке тұлғалар, тараптар дейік, жәбірленуші, сотталушы, медиаторлар сотқа тәуелді, құқық қорғау органдарына тәуелді деп есептейді. Бірақ та заң бойынша осы медиаторлар, олар мемлекеттік қандай да болсын органдарға, судьялыққа, прокурорларға тәуелді емес. Олар тәуелсіз тұлғалар, дербес тұлға болып есептелінеді. Және екі арада жасақталған келісім шарт, олар конфиденциально дейді ғой, құпия түрінде жасақталынады. Олар екі шарт болады, дауды реттеу шарты және одан кейін шарт негізінде жасалынады. Қандай шартта негізде жасалған, ол бізге де белгісіз болады. Бізге алып келетін келісім шарт, ол дауды реттеу шарты болып есептелінеді, яғни екі тарап бір-біріне бітімгершілікке келген туралы растайтын құжат алып келінеді, болды. Сондықтан да қандай бітімгершілік болды, қандай араларында әңгіме жүргізген, біз де оны білмейміз. Қандай ақша бергенінде бір-біріне ол көрсетілмейді. Және ол жөнінде қандай медиаторды таңдайды дегенде, Ақтау қалалық сотында бізде осы Ақтау қаласының кәсіби медиаторлардың тізімдері бар. Біз анаған бар, мынаған бар деп айта алмаймыз. Өзіңіз таңдаған медиаторыңызға барып, келісімді алып келсеңіз, дауды реттеп, ол да бізге өте тиімді болып есептелінеді. Сондықтан да осы екі тарап міндетті түрде медиацияға, сотқа дейін іс түспей тұрып барып медиацияға барғаны өте жөн деп санаймын. Рахмет. Құрметті судьялар, бүгінгі бағдарламамызға келіп уақыттарыңызды бөліп, тұшымды әңгіме өрбіткендеріңізге. Құрметті телекөрермен, қазақ дана айтқандай, алдыңа келсе атаңның құнында кеш дейді. Сондықтан қандай да бір шалыс аяғын басқан азаматтар кешірім сұрап, бір-бірімізге татулықпен қарасақ, әрине жаңағы судьялар айтып өткендей, қылмысты іс қысқартылып, екі жаққа да тиімді болар еді. Сондықтан даудың басы Дайрабайдың сиырынан дегендей, әрқашанда болмашы затты бір-бірімізге өкпелемей, әрқашанда кешірімді болып,
тек қана осы біздің Қазақстан Республикасының сот жүйесіндегі қазіргі болып жатқан жаңашылдықтардың оң жағынан қолдана білейік дегім келеді. Әркім өз құқығын біліп жүрсе, сүрінберіне мен кәміл сенемін. Келесі кездескенше күн жақсы болғай.